Сәлем достар, бүгін ағылшын тілінде impersonal in a sentences өтеміз. Жалпы қазақ тіліне алғанда жақсыз сөйлемге жатады. Табиғи субъектісі жоқ, тұлғасыз жақсыз сөйлемдер. Көбінесе біз қолданамыз сөйлемде their, не болмаса it сөзімен басталатын сөйлемдерді қолданамыз impersonal sentences'де. Ал енді ережелерге қарайық. Бірінші ережесі there plus be, to say that someone or something exists. Біреудің не бір нәрсенің бар екенін айқын айтқан кезде анықтайтын процесс. Мысалы, there is a cinema next to the park. Саябақтың жанында кинотеатр бар. Екінші ережесі it be for identification. Жалпы белгісіз не болмаса байланыста болған адамыңызды достық не дұшпан екенін сипаттаған кезде. Яғни мысалға қараңыздар, сонда түсінесіздер. There is someone at the door for you. It's Mr. Smith. Жалпы бұл мысалына қарап түсінетін сөйлем. Келесі. Distance, яғни ара қашықтықты сипаттағанда айтқан кезде қолданамыз. It is a 10 minute for a walk, my house to the school. Яғни үй мен мектептің арасын 10 минут деп жатыр, иә? Келесі temperature. Temperature өте жиі келетін сөйлемдердің бірі. Келесі біз уақытты айтқанда, сағатты айтқанда қолданамыз. Өте жиі келетін сөйлемдер. Келесі ауа райын айтқанда. It's snowing today. Бүгін қарлы деп жатыр. Яғни ұбытыда, ентыда бізге көбінесе weather, temperature көп келеді. Келесі бізде көп келе бермейтін, бірақ осы impersonal sentences'ге жататын expressions. Жалпы expressions'тар көп. Көбінесе бізде such as, so мен келеді, және кейбір етістіктермен келеді. Олар it seems, appearance that, it look like, it doesn't matter, etc. So next, they followed by the verb say or believe. Example, they say a dog is a man's best friend. Яғни, say, believe етістіктерінен кейін келетін сөйлемдер. Мысалы, олар итті ер адамдардың ең жақсы досы деп есептейді, иә? Олар айтады, олар сенеді деген сияқты етістіктерден кейін қолданамыз. Егер де осы видео ұнаса, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға дендеріңіз сау болсын деймін. Сау болыңыздар.